Bayrağının jomoğu baştasa gelir vurulu. Atаңардың жомоғы айтпай кетсе болобы. Уламадан ұққан сөз, ұғы төніп шыққан сөз, қарылардан алған сөз, қалқы ішінде қалған сөз, арбын жомоқ толған сөз, ат көтергіз болған сөз. Ошол күнден ушул күн ечен қылым бер өтті, алышқан жоусын бұй қылған албан түрлі шер өтті. Андай болса қалайық айтар сөзден шашпайлы, ай көліңдің өзінің жомоғынан başlayın. Olanday bulgun kara çaç, töbesini tüyünüp, erkektin giyimin giyinip, temirde yöngü kögörüp, sır barağının örüp, bağın sınap balanını, göngülü köpkö bölünüp, közünden yaşı tögülüp, emne bolsa görüm deyip, çıkpay kalsa tulparım, acaldan burun ölüm deyip, koy degen getil albay, algır kuştay gaylanıp, er jarağın baylanıp, akbor şuğun kamçılap, aldağanday bulut deyip, közünden yaşı tamçılap, ak kurcunun böktürüp, 643 tulparda, abaylap gözden ötkörüp, karalık atın kanı key, çiğirdidan batalıp, sansanağın batalıp, cabdığının barısı, jay jayında şarkıldap, körgünün köyünü bölünüp, söyle kötü söylötü, yer manastay görünüp, kara giygen kanı key, tay toruday buğdanda, özü koşta bal deme, içkenin yolun tötelap, bu kardağı 8 kanın aldınan, tay torusun jetelep, öde tömön karabay, ölemін деп sanabay, çiymekçi boldu sızıktın ay kölden algan baykuşun, atına bir röv atılsa görsetmek boldu kızıktın. İçkeri can. Gel kele koy. Kele koy. Ali geldi. Gel. Andaysın abi. Sığar mı? Andaysın. Keliniz Ece, keliniz. Amansızdı. Gel, cağalı ottu. Ilgari өткен заманда, жарқыраған жаздың алғашқы айында қалықты ачарчылық қаптайды. Ел içinde өлім жетім көп болады. Елдің айласы құрып, самандай сапырылады. Ел тентейді. Тамақ сұрап чырқыраған балдардың үндері басылбайды. Енелерінің айлалары кетіп, арғалары түгенеді. Мұндай учурда адамдан амал қачып құтылбайды тұра. Мейірман енелер бір ойға келешіп, ар кемесі қолдорында болған тамақ аштарын ортаға шығарышады. Садақ олып кетейін. Азыр мына қошналарға баралық, құрсаңды тойғызым. Азыр барабыз. Азыр мына жетейін деп қалдық. Мына бұрылса келе барып қаласыз, балам. Жақшысыңарбы, айланайындар? Келіңіз Эже, қош келдіңіз. Бұл жаққа отырыңыз. Бирөөсү bir чымчым онун, экинчиси bir кашык майын, үчүнчүсү bir ууч талканын, дагы бирөөлөрү 3-4 өрүктүн кагын, жана башкаларды чогултушат. Азыр мына, азыр пышат. Мынанып кетейин. Азыр. Ак элечектүү энелер, байбичелер казанды аралаштырган сайын, айланайын Кудай, ушул көктөм элибизге токчулук менен бак таалайды алып келсин. Журтубуз ачкачылыктан кыйналып кетти. Мол түшүмдүн, берекенин, ден соолуктун жылы болсун дешип тилешет. Арбаңыздар, апалар, айланайын журтум. Казаныңарга кошорго эч нерсем жок. Мына бул 9 жаңгактан башка эч нерсе тапкан жокмун. Жок дегенде ушул 9 тоголок жаңгакты
кошо бышырыңыздар. 9 балама ырыскы болуп кошобузсын. Жараткан Аллам калайык калкыма токчулук менен бейпилчиликти алып келсин. Халк ачарчылыктан аман калат. Мындай ширелүү, гүлазыктуу, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп аташат. Ошол жылы элдин тилеги кабыл болуп, жаз токчулукту алып келет. Эгин укмуштуудай чыгып, мол түшүм алынат. Калк токчулукка белчесинен батат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ата-бабаларыбызды ачарчылыктын апаатынан аман сактап калган касиеттүү сүмөлөк, ыйык тамак катары бааланып калат. О, калайык калкым, кана эмесе бата кылалы. О, жараткан, жадырап келип турган ушул көктөм айы берекелүү, токчулуктун, молчулуктун жазы болуп, коробуз малга толсун. Амин. Аллаху акбар.